Бәріңе сәлем. Бүгін біз пайда 2 ойын ойнаймыз. Бұны мен интернеттен тартып алдым, және де бұның қай жерден тартып алғаным, қай сайт екенін ендігі видеода беріп жіберемін. Мен бұны ойнағаныма 4 күндей болды. Менің ақшам, жинаған ақшам 28 мың болды. Енді мен мылтықтарым мініп, автомат калашникпен жүрмін. Мына пистолет, атын білмеймін. Crosskill дейді атын. Аты енді Crosskill екен. Мынада мен өзім қалаған таңдаймын. Мынау взрывчатка, бұнымен мен сейфті аша аламын, есікті аша аламын. Ал мынау болса, бұнымен мен оқ толтыра аламын. Мен мына заттың не екенін білмеймін, бірақ ендігі видеода бәрін түсіндіріп кетемін. Маскілер, мынау скелеттің маскасы, мынау инопланетянның маскасына ұқсайды. Мынау 2 маска қайталанған сияқты. Өйткені екеуі бір-біріне ұқсаған соншалықты бір-біріне аунамайды. Ал енді мынау басқа. Бұл енді мынау сөйтіп мына үшеуі уштың маскілері. Ал мынау білмедім, бұның қазір көрейік. Көрдіңіздер, мұрны дәу екен, мұрның біраз қысқартса жақсы болар еді. бірақ мен мына масканы киіп жүрмін. Қанекей мен өзімнің нешінші тонауымды айтпай қойын. Тонауғаным көп, сондықтан біз қазір не тонасақ болады. Мына Four Stores дейтін бұл 4 магазин тонаймыз. Мына банк хейс бұл банк, ночной түнгі көңіл көтеретін клуб, мынау банк. Мынау банк голд, бұл банк хейс голд, бұл алтын. Ал мынау депозит, burada біз кішкентай жәшіктерді ашамыз, бірақ оған көп уақыт кетеді. Сондықтан мен басқасын көрейін деймін. Басқасын ойнап көрейін деймін. Қазір көрейік. Burada юбилей, міне. Осыны ойнап көрсетейін. 4 магазинді. 4 магазинді ойнап көрсетейін бұл жерде. Біз 88.900 ақша жететіндей ақша жинауымыз керек. Қанекей бастайық. Бұл не бұл пайда 2, ал пайда біріншісі ол бұған қарағанда физикасы жөнді емес. Физикасы жөнді емес дегенде біз мысалға бір көп ақшаны алсақ, бір сумкеге салып, соны көтерген кезінде біз бір қырындап жүреміз, және де біз қатты жүгіре алмаймыз. Сол физика. Қанекей бастайық. Барлық жерде көп шығайық. Қай жерде сейф бар, қай жерде жоқ, қай жерде касса. Қанекей көп шығайық. Мына жерде жоқ екен. Мына камера мені көріп қойып жатыр. Анада сейф тұр екен. Ол жақсы. Енді келесісін көрейік. Бұл келесі магазин, бұл ноутбук сондай мындай сатады. Мынада 2 сейф бар екен. Бұл да жақсы. Енді келесіне өтейік. Мына 2 магазин қалды. Мынада бір, мынада бір. Сонымен санайық. Мынаяқта 2, мынаяқта 2, 4, мынаяқта мен 5. Сонымен мынаяқта ешқандай не жоқ. Сейф жоқ, сондықтан кеттік. Мына ішін көрейік. Оған сейфті, сонымен 6 сейф. Қанекей тонауды бастайық. Бұл стелспен ойнап көрейін. Стелс дегеніміз ол ешкімге білдірмей, көрінбей ойнау. Сонымен бастайық. Мен ана магазиннің ішіне кірейін. Бұның ішінде охранник жоқ, ештеңе жоқ, сондықтан осының ішіне кіре салайын деймін. Қанекей маскамды киейін. Мыналарды бұзып кетейін, камераларды. Мына камераны бірінші бұзсам ба деймін. Бұл мені көріп қойып жатыр. Мына адамда мені көріп қойып мүмкін. Мына жат жерге, жат. Ешкім біліп қоймаған жақсы. Мына жерге сейф қойын, ана жерде сейф жоқ, сондықтан осы жерде. Қанекей, ешкім көріп тұрған жоқ сияқты. Енді мұнан ана адамда мен көріп қойып отыр.
кетсе жақсы болар еді. Ана бір адам мен көріп қалған сияқты көріп тұрмын. Сондықтан мен осы жерде отыра берейін, сейфті қашан біткенше. Burada бәрін қиратып бұзуға болады, мен маған бұза берейін. Ана адам немене мені күтіп тұрма, қарама маған. Тұрыңғыш. Негізден бұл жақсы ойын. Burada бұның негізгі мақсаты ұрлау. Машина айдау емес, бүйту емес, тек қана ұрлау. Мындан көріпсі S4 деген. Бұл жерге біз взрывчатка қойып кетсек, төрт жеріне біз нан күтіп тұрмаймыз да, өзі sıra тез атылып кетеді. Сөйтіп мынаның ішіндегі ақшаларды ала береміз. Мына біз қазір неше минут екен? 3,5 минуттай күтеміз. Ана адам мені көріп. Ойбай, ана адам бір адам тұр екен ғой. Мен айтпақшы да, мен бұда адам өлтіретін болсам ақша жейді. Сондықтан осы жерде тұра берейін. Полиция шақырса, полициямен атсамыз, біраз қырылыс болады. Мына жөндей салайын. Естіп дрелдер көбінесе бұзылып қала берді, сондықтан оны жөндеп тұру керек. Мен аңшынан көп ақша бар деп ойлаймын, өйткені үлкендігіне қарағанда бар сияқты. Мынаяқта адам кетті ме? Кетпепті. Мына қартайып кетті ғой құс. Кәм жақсы еді. Қазір бедеймін жатқызайын. Мынау. Қаяқтың. Помад негіз. Қанекем, мен достарым қолдарына мылтық алды. Сонымен кеттік басқа жерлерде. Қанекем ана жерлерге бір сейф жоқ екен. Сонымен ана жерге сейф қоя салайын. Жатыңдар. Ана жерлерге бармай тұра тұрайын әдіші. Өйткені неяқты бітіріп басам. Мына біздің басты мақсатымыз 15 мың жинау, сонымен тайып қашу. Қазір менде 1000 теңге тұр. Сонымен күтеміз. Неяқта кассалар болу керек, қазір жат жерге. Дәл келген сияқты, мына бұзылғанына қарағанда. Бұның бір жаман жері ұзақ күтеміз да, бірақ бұл проблеманы шешуге болады, өйткені скиллдар бар бұның ішінде. Скиллдар адамды өлтіріп бір сумканың ішіне тығып кету сияқты. Немесе адам бір полицейский тоқтатып қорқытып қоюға болады. Тағы да басқа нәрселер ғой. Ендігі видеода мен бұның қажетін тартуды айтам. Айтып қойын, бұл тек Windows 7-ге ғана жұмыс істейді. Ана мені көріп қойын сияқты. Windows 7-ге ғана істейді. Мен өзімніңкі компьютер Windows 7, сондықтан Windows 7-ге істеуіне толық гарантия бере алам, сондықтан ендігі видеоны күтіңіздер. Жатса жерге. Жаңағы көзіңізде ар жақта 2 сейф бар, мына жақта
бір сейф бар, сонымен сол 3 сейфті ашсақ қашуымыз керек. Немесе 15 мың жинап қашсақ болады. Бұның мен ойнағаныма 4-5 күндей болды. 3, 2, 1, ашыл. Міне таза байлық. Сонымен мынаны алайық. Мынаны ал. Сонымен бізде 7 мың. Бергесі қаяға? Берге. Бергесі. Өскеледі ау деймін. Қане берге. Ендігі видеода сіздерге нет банк тұрлауды көрсетем. Банктың 3 түрі болады. Ол банк хейст депозит. Ол жаңағы айтып кеткендей кішкене жәшіктерді ашамыз. Бұл оғанда біз дрел қоймаймыз. Қолмен ашамыз. Бірақ оны да ашу тез болмайды. Жатса жерге өлінгенбесе. Қанекей тез өпті. Кейбір кезде болады, дрелдер жанына келсең әдейі сынама, сондай деп ойлаймын мен өзім. Қайнықай ішіне неше шығады екен? Бұл 2500 теңге тұрады. Сондай деп ойлаймын өзім. Қанекей келесісіне кеттік. Ағы магазиндегі. Тезірек қашу керек, әйтпесе атып өлтіреді. Жаным айналып кетті ғой. Міне қасылер тонасайын. Ақша бізге керек ау. Енді наларға дрел қойып тастайық. Енді тағы адамдарын шақырып алайын. Міне жаңағы жәшікті үстіп жай ашылады. Оның ішінде жәшікті біреу емес. Ағылшынша алфавитпен жазылған. Әр қатарында 5 жәшіктен болады. Оның бәрін ашу үшін көп уақыт кетеді. Сондықтан оның бәрін ашпай, жина деген ақшасын жинап кете салған жақсы деп ойлаймын. Маған дрел орната салайық. Сейфіміз бұзылып қалған сияқты. Дреліміз. Ой, кеме кетті. 2 дреліміз бұзылып қалған сияқты. Сонымен қанекей. Менікі қазір не үшін түзіп ататқанымызды айтайын. Бұл өйткені біз стрелкісіне сағыз жабысып қоймыз экранның бетіне. Өйткені сол сағыз арқылы адамға атсаң, сол типа стрелка сияқты болады да ол. Сондықтан сол жақсы болады. Өйткені дәлдемей ата береміз. Дәлдеген кезде дәл төбесінде тұрады ол. Дәл төбесінде тұру керек. Мен дәл жанымызда не тұр? Сол арқылы қашып кете салсақ болады. Немесе ана сейфтерді күтіп, ақшаны алып қашып кете салсақ болады. Өздеріңіз біліңіздер, мен burada қазір бүкіл ақшаны алғым келіп тұр. Мына камера. Міне мынада столдың үстінде де кейде жатады. Мына жерде де касса тұр екен. Касса айтыңызда мен бір жерден касса ұмытып кеткен сияқтымын. Барып көріп көрейін. Ой. Арттарыңа қараңдар, арттарыңа. Бастарынан түсіңізші, бастарынан. Бұны негізінен интернет арқылы ойнауға болады.
қазір өздеріңіз көріп тұрсыздар, бұның дәлдейтіні жоқ. Сондықтан мен бұны әшейін атып отырған жоқпын, тие ма тимей ма деп. Жаңағы сағыз жабыстырған, сол сағыз стрелканың жұмысын атқарады. Солар арқылы атам. Қанекей. Кішкене қалды. Қанекей, мына дірелді ұрып қойдық. Жанына бармай қойын деймін. Мен мынандай жерлерде кассасы болады. Жанына басым бұзылып қалады кейде әдейі. Ана жатып қалды, құтқару керек. Құтқару керек. Ойын дәл жанында біреу жүрген. Ана далыс бір жақ кетіп қалды. Атқа, мені көрме. Мына бірінші рет бұзылды, ана екеуі екі реттен бұзылып қалу керек. Бұл жұмысын жақсы атқарды. Мына екеуі ойнамайды екен негізі. Негізінен бұны интернет арқылы ойнауға болады. Бұл үшін Steam керек. Бұл осы ойынның шығарған компанияның бір ойын центрі сияқты. Мынаңше мені 1500 теңге бір затта болдым. Мыналар 5000-ға тарту керек, 5000. Сонымен біз неше теңге жинадық? 26 000 жинадық. Сонымен қазір қайтуымыз керек. Мына соңғысын алып. Тура уақытысында кеттім. Шақырыңда кесіңдіш, ё-мое. Қашып кете бермей. Тағы да 5000, сонымен кеттік. Қашамыз. Бірақ көлеңкемізді қалмасын. Давайте, қаштық. Ораққа, міне құтылдық. Бұл миссия бітті. Қазір көрсетеді қанша ұрлағанымызды. Біз неше ұрлаппыз? Біз 118 000 ұрлаппыз, соның 6 000 береді. Burada ақша жинау өте қиын, өйткені миссияны орындасаң, сонша ақша жинасаң, соның жартысын береді. Мынада 3 карта болады. Осы карталардың ішінен бір зат шығады. Мылтықтың бір заты болуы мүмкін, немесе маска болуы мүмкін, немесе де ақша болуы мүмкін. Мен сол жағын таңдай салайын. Екеу ақша болды, бұл маған мылтық немесе маска түседі. Мылтықтың мінекей маска. Бұл енді масканы бояуға арналған зат. Қазір көрсетем. Инвентарьға кіреміз. Наған үстінен басамыз. Нардан таңдаймыз. Міне түрін көрдіңіздер, өзгерді. Міне бет андай сынық сияқты болады. Сонымен бұны бояуға да болады. Мен наны қойын. Бірақ мынау өзгереді беті. Надан цвет таңдаймын. Міне. Міне түрі. Бояуға да болады, менде басқа бояулар бар, бірақ оларды көрсетпей қойын. Өздеріңіз түсініп аласыздар. Қазір скиллдарды көрсетіп кетейін. Мына скилл, мынау типа медик сияқты. Медик дейтін орысша өздеріңіз түсініп аласыздар. Мынау инфорсер, бұл оқ неғылып, адамды құтқарып, немесе ұрлап етіп бейтеді. Сонымен келесі мынау. Көрдіңіздер, мына жаңағы бомбалар осы қойып жарастар. Мына адамның дрелдердің уақытын азайтастар. Ал мынау призрак деп аталады. Бұның жұмыс неде екен білмедім. Бұландай жаңағы айтқан елес аты, елес. Бұны өздеріңіз түсініп аласыздар. Сонымен жазылыңыздар, лайк қойыңыздар. Бұл менің бірінші видеом. Және бәріңе сау болыңдар.